Allahu akbar, Allahu akbar. Аллаху нуру самавати вал ард деген нұр сүресінде Аллах Тағала айтады біздерге. Аллах Тағала көктер мен жердің нұры дейді. Нұр деген, құрметті жамағат, өте үлкен ұғым. Нұр тек қана Аллах Тағаладан келеді. Біз мысалына нәрсені светті, жарықты нұр деп өзімізше әдеби тіл үшін айтуымызға болады. Бірақ асылы бұлар жарық. Бірақ нұр деген ол таза Алланыкі. Және таза Аллах Тағаладан келеді. Сол Аллах Тағала көктер мен жердің нұры. Сосын сол мұъминнің жүрегіне сол нұрды қалайды. Сол нұр арқылы иман пайда болады. Қараңыздаршы қандай мәселе? Иманда. Сол Құранның нұры деген нәрсе бар сосын. Осы иманның нұры мен Құранның нұрының арасындағы бір байланысқа мысал келтіреді Алла Тағала, жеңіл-желпі. Мысал келтіреді. Соған бір назар аударып отырайық. Мәсәлу нурухи дейді. Аллах Тағаланың нұрының мысалы дейді. Жаңағы мұъминнің жүрегіне сыйлаған иманның нұры. Камишкатин фиха мисбах. На майшам деген нәрсе барлықтарыңызда үйде болды ғой, бұрын білесіздер. Ана сәліркамен жағасыз, маймен жағасыз. Сол жерде ана пілтесі шығатын жер бар ғой. Пілтесін шығатын тетік. Сол тетікті мишкат деп атайды. Сол тетікті елестетіңдер дейді бізге айтады. Оның нұрының мысалы бұлай басталған дейді. Сендердің біреулеріңнің жүректеріңде деп отыр ғой. Сөйтіп біздің жүрегіміз жаңағы майшамның пілтесі шығатын бір тетік сияқты нәрсе екен да. Фиха мисбах. Сөйтіп жаңа пілтеден жарық шығады ғой. Сол тетіктен жарық шығады дейді. Иманды айтып отыр нұр. Сөйтіп жанып тұр. Алла Тағала салған нұрда, ол салмаған жүректе ол ешқашан болмайды. Кез келгеніміздің құрметті жамағат жүректерімізге соны сыйлады Алла Тағала. Қараңыздар. Бұл өте үлкен қадір қасиет, жаңағы шүкірлік жасайтын нәрсемізді, құрметті жамағат. Сол жүректе сол жарық пайда болды да, жаңағы мисбаху фи зужажа дейді. Енді бұл жарық дейді шынының ішінде дейді, әйнектің. Кез келген шамды жасағанда не істейміз біз? Білім арқылы, дүнияуи білім арқылы шынымен қаптаймыз ғой. Өйткені жарығын ұлғайтады ол. Лампадағы сымдар сырты шыны болады, жарығын ұлғайтады. Соны аталық 14 ғасыр бұрын айтып кеткен ғой, жарықты немен ұлғайтуға болатын. Ол бір әйнек қаптап тұр дейді оны. Әйнек қаптап тұр дейді ол нәрсені. Қараңыздар. Ваззужажа. Ал сол әйнектің өзіне келетін болсақ, жаңағы ішіндегі жарық әйнекке ұрып, әйнектен жарық шыққан кезде кәннака каукабун дурриюн. Ол бір анау аспандағы жарық жұлдызға ұқсайды дейді. Қараңыз. Алла Тағаланың қасында. Сол жұлдызға ұқсайды дейді. Юқаду мин шажаратин мубаракатин зайтуна. Ол кезде зайтун деген ағаштың маймен, олар маймен жағатын жаңа шамды. Өте күшті май, тез лапылдай, жақсы жарықты жақсы береді. Сол өздері танитын ағаш арқылы айтып тұр ғой Алла Тағала мысал ретінде. Бер жағы. Ар жағында Алла Тағала тағы бір нәрсені көздеп атса, ол білім Алла Тағаланың өзінде. Сонда жаңағы ол бір тұтатылып тұрады дейді ол жаңағы. Жаңағы жарық тұтатылып тұрады. Бір берекелі бір ағаштан дейді. Зайтун деп аталатын ла шарқиятин ва ла ғұрбия. Жалпы шығыста да батыста да жоқ. Тек Алла Тағала ғана қалаған бір нәрсемен тұтатылады дейді жаңағы нәрсе. Жердің бетінде еш нәрсе оны тұтатамайды екен, жаңағы жүректегі отты одан сайын жарқыратамайды екен. Сонда ол не десеңіздер, ол осы Құран екен ғой. Жаңағы жүрекке иман берілді, сахабалар айтады, тағалламнал имана дейді. Қараңыз, біз алдымен иманды үйрендік дейді. Раббым деген нәрсені үйрендік дейді біз. Раббым деген ұғымды үйрендік дейді. Алла деген. Алланы жақсы көру, Аллаға қарай ұмтылу, таңғалу Алланың құдіретіне деген әлі көп білім жоқ. Мысалы, соны үйрендік дейді біз бірінші. Сумма тағалламнал Құр'ана. Сосын Құранды үйрендік дейді. Құранды үйренгеннен кейін фаздадна иманан. Сөйтіп иманымыз нығая берді дейді. Қараңыз. Сөйтіп жаңа жүректегі сіздің иманыңыз жарқырап тұрған, жаңа пілтенің аузынан шыққан сияқты жарқырап тұрған кезде Құраннан бір аят келеді ғой.
Құрандағы бір аят келеді да, сіздің жүрегіңізге нұр береді. Жаңа мына аятына қарасаңыз, жаңағы якаду зайтуха дейді. Жаңағы майы дейді, пілтедегі шығып тұрған майы. От тимей жатып жарқ ете қалады дейді. Қараңыздаршы, валау лам тамнасху нар. Мына жақта сол майшамға ұқсатқан ғой. Бірақ бұл жаққа майшамдікіндей біреу бүйтіп жағып жүріп кере жоқ дейді. Бұл жаққа тек ей құлым деген аятты жібере салам дейді. Раббым деп жарқ ете қалады дейді. Қараңыз. От тимей жатып жанады дейді, тұтанады. Ей иман келтіргендер деген, Раббым естідім, бойсындым деген мәселе. Сол естідім, бойсындым деген сен жана береді, жалпылдады. Сөйтіп бұл күндердің бір күні нурун аля нур дейді. Иманның нұрының үстіне Құранның нұры келеді. Құранның келесі аятының нұры келеді. Құранның келесі аятының нұры келеді. Сөйтіп нұр үстіне нұр дейді бұл жүректе. Қараңызды қандай нәрсені айтып отыр да? Яхдиллаху ли нурихи ма яша. Аллах Тағала қалаған құлын нұрына осылай бастайды дейді. Алла Тағала осылай сендерге мысал келтіруді қалады дейді. Ва ядрибуллаху ал-амсаля лин-наси. Аллаху Тағала а'ламу бикулли шайин алим. Өйткені Аллах Тағала бүкіл нәрсені біледі. Көрдіңіздер қандай мәселе. Сосын осы нұр, мына мешітті көріп тұрмыз ғой енді. Мешітті қарасаңыз, бұл нұр көбіне қай жерлерде болады дейді. Сосын Құран оқылуы, Құранның қайта-қайта оқылып тұрылуы деген мәселелер. Жаңағы фи буютин, ол бір үйлерде дейді. Азиналлаху ан турфаға. Алла Тағаланың рұқсатымен көтеріліп салынған ол үйлер. Міне. Ва юскару фиха исмуху. Сөйтіп сол үйлерде Алла Тағаланың есімі еске алынып тұрады дейді. Ол сіздің үйіңізде, егер үйіңізде әрдайым еске алынып тұрса, көрдіңіз бе? Бірінші орында мешіттер, екінші орында мұъминнің үйі. Әрдайым Құран үзілмейтін болса ол жерде мысалы. Сол жерде юсаббиху лаху, дәріптеу сөздер, тасбих, мақтау сөздер айтылады дейді Алла Тағалаға. Бил гудуи вал асол, таңғы уақыттарда және кешкі уақыттарда. Біз Алла Тағаланың намазға белгілеген уақыттары ғой.